Омар аға, сіз не дейсіз? Сізге берейін. Ал, үйде ақшаны кім ұстайды өзі? Жеңгеміз ба, сіз ба? Енді жеңгеңіздің өзінің есебі Түгел дейсіз ғой. есебі бар, мен өзімнің есебім бар. Бірақ ортақ мүддеге келгенде ортаға қосамыз. Шығарасыздар, тықпалардың бәрін. Жоқ, ол бәрі бізде ашық. Кім қанша тауып жатыр. Ортақ неге мүддеге жұмылдырамыз. Енді мынау қарызға байланысты біздің дінімізде не дейді деген сұраққа жауап беретін болсақ, пайғамбарымыз хадисі бар. Негізінен садақа бергеннен гөрі қарыз берген жақсы дейді. Өйткені садақаны дейді, мұқтаж емес адамда сұрау мүмкін дейді. Қарызды тек қана мұқтаж адам сұрайды дейді. Сондықтан Абайда бір сөз бар ғой. Тоқ тіленші дейді, адам сайтаны дейді. Харекетсіз сопы монтаны. Сонда бізде қазіргі кезде тіленшілікті, яғни мынау кәсіпке айналдырған адамдар көбейіп кетті. Ал біздің мысалы дінімізде біздің мәшһүр сұхбатымыз айтады, адам егер дейді өзінің бір күндік тамағын табуға күш қуаты жетіп тұрса, оған дейді садақа беруге болмайды дейді. Сондан біз мысалы керісінше мысалы қорқамыз ғой біз. Мысалы көшеде біреу садақа сұраса бере саламыз, қорқамыз. Олар мысалы сені қарғаймын деп қорқытады. Әртүрлі мысалы неше түрлі соңынан қалмайды. Шын мәнінде иманы күшті адам Алладан ғана қорқу керек. Өйткені жүйелі қарғыс жүйесін табады, жүйесіз қарғыс иесін табады дейді. Қазақ айтады. Енді кімге көмектесу керек деген сұраққа жауап беретін болсақ, Абай айтады, кісіге дейді, біліміне қарай болыстық қыл дейді. Татымсызға қылған болыстық оны бұзады дейді. Сондан өзі болайын деп тұрған адамға көмектесу керек, қарыз беру керек. Мысалы, өте білімді, жаңағыдай талпынып жүрген, бір жетістікке ұмтылып жүрген адамдар болады. Соларға көмектесу керек. Ал енді көрінгенге көмектесуге болмайды. Неге? Өйткені қазақ айтады ғой, жақсыға дейді, жақсылық қылсаң дейді, есінен кетпейді, жаманға жақсылық қылсаң есігіңнен кетпейді дейді. Яғни біз адамдарды, яғни мынау қазақта өзі адамдар екіге бөлінеді, жақсы мен жаман деп. Мысалы жаман, мысалы айтады ғой, жаңағыдай жаман малды асырасаң, аузы мұрынды май етеді дейді. Жаман адамды асырасаң, аузы мұрынды қан етеді дейді. Сондан жалпы мынау бізде мерген сияқты болуымыз керек та бұл өмірде. Мысалы мерген ондыққа тигізуге тырысады үнемі. Сонда біздің де энергиямыз шектеулі ғой. Сонда қазақ өсу үшін көрінгенге көмектеспеу керек. Болайын деп жүрген адамға көмектесу керек.